Мен Ермат Дүйсенбайұлы 1975 жылы 5 айдың 28-і туылғанмын. Мен Қытай Қазақ автономиялық облысы Тарбағатай аймақтық Шағантай ауданында туылғанмын. 2015 жылы Қазақстанға қоныс аударғанмын. 1995 жылдан 2014 жылға дейін Шағантай аудандық қала жастары мекемесінде қызмет істедім. 2014 жылы денсаулық байланысымен пенсияға шықтым. Яғни мүгедек себеппен пенсияға шықтым. 2018 жылы дейін пенсиям толық тұрды. 2018 жылы 2018 жылы аяғында желтоқсан айында Қытай өкіметі пенсиямды тоқтатып тастады. Мен халықаралық адам құқық қорғау ұйымдарынан Қытай өкіметінің қайтадан пенсиямды беруіне көмек сұраймын. Және міне заңды түрде пенсия шыққан кінәшқам да бар. Документтерім толық. Hello, this gentleman's name is Ermat Duysenbay-Ula. He was born in May 28, 1975. He lived in Shawantawai County in Tarbagatay region in the Kazakh Autonomous Prefecture, Xinjiang, China, before he came to Kazakhstan 2015. He was worked in his town from 1995 to 2014 in Shawantawai in urban garden screening team. In 2014, he was retired because of his health condition as a disabled. He got his pension until December 2018. Then the Chinese government unreasonably suspended to pay his pension. Now he asks the international human rights organizations for help to get his pension from Chinese government.